Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сендермен Қазақстан тарихы сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын бірінші топтан бір-бірлеріне тілек айтып алайық. Бүгінгі сабақ Сабағың жақсы өтсін. Жақсы, кәне жақсы балалар, отыра қойыңдар. Сабағымызды бастамас бұрын бірінші бейне материалға назар аударайық. 1941 жылы 27 маусымда шабуыл жасады. Олар өздері алдын ала құрған Барбаросса жоспары бойынша КСР-ны 6-8 аптаға жуық қысқа мерзім ішінде жаулап алуды көздеді. Майданға қанша адам кетті? Қазақстаннан майданға 1.200.000 мыңнан астам адам аттанды. Шешуші шайқастар кезіндегі қазақстандықтардың ерлігі және олардың соғысқа қосқан үлесі зор болды. Мыңдаған қазақстандық Ленинград түбінде ерлікпен шайқасты. Соның ішінде Балтық флотының Киров крейсерінде 156 қазақстандық жауынгерлік борышын орындады. Көптеген қазақстандық қыздар әскери наградалармен марапатталған. Ал шығыстың қос шынар атанған пулеметші Мәшік Мәметова мен Мерген Әлия Молдағұлова Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Қандай тақырыпта не оқытыңдар, не көрдіңдер? Қандай ақпарат таныс болды сендерге? Ұлы Отан соғысы дегеніміз не? Және бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Әнуар айта ғой. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Гитлердің бізге Барбаросса операциясын шабуыл жасауы. Жақсы. Тағы да Ұлы Отан соғысы дегеніміз не? Отан, Ернұр. Ұлы Отан соғысы өзі 1930 жылы басталған болатын. Ал именно осы біздің Кеңес одағы мен Германия соғысқан кезде 1941 жылы басталған болатын. Сол үшін оны Ұлы Отан соғысы деп аталған болатын. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сонда балалар біз сендермен және 3 топқа бөліндік. Бірінші топ мобилизация, екінші топ оккупация және үшінші топ агрессия. Енді балалар бұл сендерге бүгінгі жаңа сөздерді қазір сендер оқулықтан іздеп, қандай мағынаны білдіретіндігі айтып өтетін боласыңдар. Бірінші мобилизация тобы. Ал жаңайым айта ғой. Әскери күшті кейбіркеден толық жауынгерлік күйге ауыстыру, запастағы әскери міндеттілерді соғыс кезіндегі әскерге шақыру, енді мемлекеттік институттары мен экономикалық соғыс жағдайын ауыстыру, жаппай мобилизация, елдің бүкіл ер адамдарын әскерге шақыру. Мобилизация дегеніміз сонда бүкіл ер адамдарды әскерге шақыру. Жақсы. Келесі оккупация. Кәусар айта ғой. Оккупация бір мемлекеттің бөтен аймақты қарулы күштерімен басып алуы. Жақсы. Бір мемлекеттің қарулы күштерімен басып алуы дейді. Сонда бұл жерде Герман оккупанттарының Кеңес одағын басып алу айтып тұр. Жақсы. Келесі агрессия. Нұрбол айта ғой. Агрессия бір немесе бірнеше мемлекеттің басқа мемлекеттердің жерін басып алу немесе оның қоғамдық құрылысын күштеп өзгерту ниетімен шабуыл жасау. Жақсы. Күштеп шабуыл жасау агрессия деп аталады. Жақсы балалар. Жақсы. Қазір балалар тақтаға назар аударайық. Біздің сіздердің алдарыңызда кімдерді көріп отырсыздар? Бұл адамдарды танисыздар ма? Нұрбол айта ғой. Үшіншісі Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы. Әлия Молдағұлова және Мәшік Мәметова. Жақсы. Енді балалар сіздер қазір олар туралы мәлімет тыңдайтын боласыңдар. Мәшік Мәметова 1942 жылы тамыз айында өз еркімен майданға аттандым. Майданда туысқандарыма жазған хаттан үзінді. Білемін, мен әлі әскери өнердімін. Алайда адам отанға деген сүйіспеншілігін дәлелдейтін жерде екеніме ризамын. Мен мұны дәлелдеймін. Невель қаласындағы шешуші ұрыста ақтық деміп қалғанша пулеметтен оқ бараттым. Маған 1944 жылы Кеңес одағының батыры атағы берілді. Күзде өз еркіммен соғысқа сұранып атқыштар мектебіне жіберілдім. Ленинград майданына 1943 жылы тамызда түсіп, 54 атқыштар бригадасында болдым. 1944 жылы казачек отделениесінің батысында ерлікпен шайқастым. Мен Бауыржан Момышұлы соғыс басталғанда Алматы маңында жаңадан жасақталған 316 дивизияға 1073 атқыштар полкі, бір атқыштар батальонының командирі болып қабылдандым. Ал балалар, мен туралы толық ақпаратты келесі сабақтан алатын боласыңдар. Әзірге Ленинград үшін күрескен батырлардың ерлігімен таныс болыңдар. Жарайсыңдар. Жақсы балалар, және сендермен бейне сабақты тамашалады. Енді сол бейне сабақтан біздің сабағымыздың тақырыбы шығады. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балалар қазақстандықтардың отан соғысы шайқастарына қатысуы. Оқу мақсаты 8-3-2-1 қазақстандықтардың екінші дүниежүзілік соғысының жеңісіне қосқан үлесін бағалайсыңдар. Зерттеу сұрағы: Ұлы Отан соғысында қандай батырлар халық есінде сақталды? Ал енді бүгін сабағымыздың мақсаты Ұлы Отан соғысының жеңісіне үлес қосқан қазақстандық батырлардың ерлігіне баға беретін боламыз.
Балалар, қазір сіздермен жұптық жұмыс жасайтын боламыз. Жұптық жұмыста сіздердің алдарыңызда QR кодпен қағаздар жатыр. Онда бірінші тапсырмада ақиқат жалғандығын, екінші тапсырмада сәйкестендіру, үшінші тапсырмада тұлғаны таны деген 3 QR код жатыр. Соларменен жұптасып жұмыстар жасаймыз. Енді жұптық жұмысты сіздердің алдарыңызда барлықтарыңызда мынандай 3 QR код жатыр. Біріншісі ақиқат жалған, екінші тұлғаны таны, үшінші сәйкестендір деген. Қазір енді осы жұппенен телефондарын арқылы осы QR кодтан тапсырмаларды орындайтын боласыздар. Басталды, бастай қойыңдар. Екі оқырманда сіз уже баста кеттіңіз, ақиқат жалған екенін тез басасыздар. Өйткені үлгермей қаласыздар. Жалған ба, ақиқат па? Жақсы балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Енді қазір сіздермен жекеше жұмыстар сіздердің алдарыңызда барлықтарыңызда мынандай беттер жатыр. Жеке әр оқушыға жеке. Бұл жерде бірінші балама тест, екінші ашық тест, үшінші хронологиялық тест. Бұл жерде балама тестте бір жауабын айтасыздар, екінші ашық тестте де бір жауабын, ал үшінші хронологиялық тестте жылдарды жазып, оларды ретімен қойып шығатын боласыңдар. Сәттілік, жұмыстарыңызға сәттілік, бастаймыз. Жақсы балалар. Енді балалар және сендер жеке жұмыс жасадыңдар, Жеке жұмысты қазір енді кім болды барлығымыз бір-бірімізбен араластырамыз. Жұмыстарыңды көршілерің тексеретін болады. Және де тапсырмалардың ақиқат жалғанын, хронологиялық кестенің және де ашық тесттің жауаптары тақтада тұр. Ендігіне және тексеріп болған тапсырмаларының балын әр оқушы өзінің жұмысына қояды. Жеке жұмыста қанша ұпай алғанын әр оқушы өзі жазып қояды. Мынаның үстіне оқушының атын, өздерінің аттарында жазып қоясыңдар. Жақсы балалар, қазір енді біздің сабағымыздың келесі кезеңі сергіту сәті. Бұл жерде балалар біз сіздермен ойын ойнайтын боламыз. Қараңыз, бірінші, екінші, үшінші топ тұрсыздар, Енді қазір кез келген ұяшықты таңдаймыз. Бұл жерде балалар 6 сұрақ бар, 3 бар, сыйлық бар. Ал бірінші топ бастай қойыңдар. Төртінші ұяшықты ашамыз. Сіздерде сыйлық, аяшық алынды. Енді келесі Нұрбол айтамын. 8. Әрбір қазақстандық майданға немесе еңбек армиясына аттанды. Сұрақ, Балмұр? Әрбір 5-ші Қазақстандық майданға аттанды. Дұрыс па? Келісесіздер ме топтарыңыз? Қазір көрейік. 5-ші. Дұрыс, жарайсыздар. 9 деген ұяшықты таңдады. 9-ның ұяшықтағы сұрағы Масловтың екипажында болған халық қаһарманы. Рухия? Масловтың екипажында болған халық қаһарманы Бейсекбаев дейді. Кәне тексереміз. Дұрыс айтты. Жарайды. Топ. Бақияр айта ғой. 3 таңдаймыз дейді. 3-ші ұяшық. Сіздерде 15 ұпай сыйақы берілді. Бірінші орынды сонда 3-ші топ алды. Екінші орынды бірінші топ, 3-ші орынды 2-ші топ алды. Жақсы, жарайсыздар. Сабағымыздың келесі кезеңінде топтық жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші топ, 2-ші топ, 3-ші топ. Сіздердің алдарыңызда, өздеріңізге әрқайсыларыңызда жеке тапсырма берілген. Енді бұл жерлерде қазір бірінші топтың тапсырмасын, 2-ші және 3-ші топтың тапсырмасын көрейік. Сіздер балалар, қазақ халқының ұлдары отан үшін шайқасу жауынгердің алдына келді деген бұл жерде деректерде қандай кілт сөз бар екендігін, автор қандай ойды жеткізгісі келді, Трубуц деген автордың сөзін талдайтын боласыздар. Сіздерде Енара стратегиясы бойынша мына жерде мәтін берілген, мәтінді еске түсіресіңдер, негізгі ойды табасыңдар, аргумент келтіресіңдер, растау және автордың көзқарасын табатын боласыздар. Ал сіздердің тапсырмаларыңыз, балалар, Ленинградтық өлеңім деген Жамбыл Жабаевтың өлеңіне Хипс формуласы арқылы
талдайтын боласыңдар. Бұл жерде тарихи жағдай, кімге арналған, мақсаты және көзқарасы туралы алдарыңыздағы қағазға топпен жұмыстар жасайтын боласыздар. Сәттілік, жұмыстарыңызды бастауға рұқсат. Үшінші топ Енара стратегиясы бойынша мәтінмен жұмыс істеуіміз керек болған. Еске түсу мәдениеті туралы айтылған қысқаша жағы ерлігі мен батырлығын көрсету. 1902 жылдың 19 қауырына қарай Дүйсенбай Шынбеков Қазақстанда жауынгерлердің батырлығын мақтанышпен баяндайды. Біз екінші топпыз оккупация тобы. Бұл жерде біз тек келгені. Отанын шын жүректен қорғаған, олар сенімді жауапты. Жақсы, жарайсыздар. НАТО мобилизация бізге Жамбылбаев Ленинград бұл жерде өлеңнің мақсаты бізде соғыстан жүрген батырлерге Жақсы, балалар не? Және сіздерге бірінші топтың оқушылары өздерінің топтық жұмыстарын қорғап өтті. Енді бұны сіздер бағалайсыздар. 2 жұлдыз 1 тілек арқылы. Кәне бірінші топ бағалай қойыңдар. Бұл топ өз тақырыбын өте жақсы ашқан. Жамбыл Жабаев туралы толық айтып берген болатын. Бұл топқа жақсы баға береміз. Жақсы. Тағы да 1 жұлдыз, енді 1 жұлдыз. Бұл топ бүкіл өзінің айтқандарын жақсы тамаша бізге жеткізді. Сондықтан мен оларға тамаша баға қоямын. Жақсы баға. Ал енді бір тілегіміз. Қандай бұларда минусы болды? Бұл топ өз жұмысын толықтырып, көбірек деректер жазса, жақсы болар еді деп ойлаймын. Жақсы, жарайсыз. Гитлер Германия КСРО-ға соғысты бастайын Барбаросса жоспарына қашан қол қойды? әскері қатарында қанша қазақстандық болды? 1 миллион 360 000. Германия КСРО-ға қиырдан қанша баса көтеп кірді? Жарайсың, дұрыс айттың. Әлия Молдағұлова Кеңес одағының батыры атағы қашан берілді? 1944 жылы 4 маусымда. Дұрыс, жарайсың. Жақсы балалар, енді балалар қазір сіздерге кері байланыс, меңгердім, мені қызықтырды, сұрағым бар деген сіздердің алдарыңызда парақ жатыр. Соған енді жазасыздар. Бүгінгі сабақтарда не білдіңіздер? Не қызықтырды? Және нені білгілеріңіз келеді? Сұрақтарың бар. Қандай сұрақтарың бар? Осы параққа жаза қойыңдар. Кәне жаз. Жақсы балалар, енді балалар, сіздердің алдарыңыздың барлығында мынандай бағалау парағы жатыр, иә? Бұнда сіздер қазір жүппен, топпен, жекеше жұмыстар жасайтын боласыздар. Осы жасаған жұмыстарыңызда алған балдарыңызды, осы өздеріңіздің бағалау парақтарына жазып отырасыздар. Ең ақырында жалпы бал шығады, содан кейін мұғалімнің бағасын сабақтың соңында қоятын болады. Жақсы балалар енді тапсырмалардың барлығын орындап болса, қазір енді үйге тапсырма жазып аламыз. Бүгінгі тақырыпты оқисыздар. Келесі Ленинградтық өлеңім деген Жамбыл Жабаевтың өлеңін мәнерлеп оқып жаттап аласыңдар. Келесі өмір жолы тақырыбына есте жазасыңдар. Және Мергендер деген Әлия Мәншүк туралы фильмді көріп тамашалайсыңдар. Жақсы балалар, енді балалар бүгінгі сабағымызды сәтті аяқтадық. Енді сіздердің алдарыңызда барлықтарыңызда мынандай гүл шоғы тұр, иә? Енді осы гүлге бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жазып, және бұл мәңгі алауға қоятын боламыз. Мәңгі алауға гүл шоқтарыңызды әкеп қоюларыңызға болады. Бұл жерде тілектеріңізді жазып, бүгінгі сабақта алған әсерлеріңізді жазып, гүл шоғын қоюларыңа болады. Өте қызықты, көңілді және көп нәрсені біліп меңгердім. Сабақ үшін рахмет. Мен бүгінгі күннің ерекше өте көптеген ақпараттар білдім. Мен сабақта қызықты мәлімет алдым. Мен бұл сабақта жақсы мәліметтер алдым.